Қызылжар халықаралық әуежайына балалардың кейбір алғаш рет келген. Оқушылар ұшаққа отырғызуға дейінгі жолаушының жолын жүріп өтті. Мамандар экскурсия барысында балаларды ұшақта ұшуға қатысты ережелермен таныстырды. Мәселен, қол жүгінде көлемі 100 мл-ден асатын сұйықтығы бар ыдысты алып жүруге болмайды. Сонымен қатар балалар ұшақтың қону сәтінде тамашалай алды. Мне понравилось, как самолет. Маған ұшақтың қонғаны ұнады. Бұған дейін шын өмірде ұшақты көрген емеспін. Өте әдемі екен. Ұшақтардың әуежаймен қалай байланыс орнататынын да біліп қайттым. Я узнала, как самолет. Мен ұшақтың қалай жерге қонатынын білдім. Барлығы қызық. Сондай-ақ чемодандарды ұшаққа қалай тиейтінін өз көзіммен көрдім. Мне понравилось. Ал маған жүктерді тексерістен өткізетін құрылғы ұнады. Жалпы мен сонымен қатар әуежайдың ережесімен де таныстым. Барлығы өте әдемі және қызықты. Қызметкерлер балаларға әуежайдағы атқарылатын жұмысты көрсетті, олардың сұрақтарына жауап берді. Нашим деткам открыть завесу нашей работы. Біз бұл экскурсия арқылы балаларға өзіміздің жұмысымызды таныстырғымыз келді. Себебі авиация өте қызық салалардың бірі. Балалардың сұрақтары көп, оларға барлығы қызықты. Бүгінгі экскурсияда жақсы өтті. Балақайларға барлық ережелерді түсіндірдік. Айта кетейік, қазіргі таңда Қызылжар халықаралық әуежай арқылы күн сайын Астанаға және аптасына 5 күн Алматыға рейстер бар. Алдағы уақытта Шымкентке ұшатын жаңа әуе рейс ашылады. Ол екі қала арасында аптасына 2 рет қатынайтын болады. Бұл жұмысты тендерді ұтып алған Скат компаниясының ұшақтары атқарады.